Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен математика 4 сынып 90 сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы бір бағыттағы қалып қою қозғалысы. Бүгінгі сабақта біз бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді теңдеу құру арқылы шығаруды үйренетін боламыз. Бірінші есепті амалдар бойынша шығар дейді. Енді оқиық. Егер қар өте көп мөлшерде жауса, жүру қиынға түседі. Жолаушылардың жылдамдығы күн райына байланысты әлде қайда төмен болады. Бір елді мекеннен екі жолаушы бір бағытқа қарай шықты. Біріншісі 40 метр минут жылдамдықпен қозғалды, екіншісі жылдамырақ жүріп, 10 минуттан кейін біріншісінен 500 метр озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды дейді. Енді V1-ді біз 40 метр минут деп аламыз, ал T-ны 10 минут. S қашықтық бізге 500 метрге тең. Енді біз V2-ні табуымыз керек. Ол үшін шешуі ең бірінші V қашықтық жылдамдығын табамыз. Ол үшін S-ті T-ға бөлеміз. Сонда бізде 500-ді 10-ға бөлсек 50 метр минут шығады. V2-ні табу үшін формула бойынша V қашықтыққа V1-ді қосамыз. Сонда 50-ге 40-ті қоссақ 90 метр минут болады. Сонда есептің жауабы екінші жолаушының жылдамдығы 90 метр минут болады. Келесі екінші есеп. Осы есепті теңдеу құрып шығарып көр. Теңдеу құр. 26 беттегі ережені қолдан дейді. X ол екінші жолаушының жылдамдығы болсын дейік. X минус 40 ол қалып қою жылдамдығы. Ал енді жақша ашылған X минус 40 жақша жабылған көбейтілген 10 екінші жолаушының біріншісінен озып кеткен, яғни ара қашықтығы. Яғни бізге теңдеу беріліп тұр. Жақша ашылған X минус 40 жақша жабылған көбейтілген 10 тең 500. Енді X-ның мәнін табайық. X минус 40 500 10-ға бөлінеді. Сонда X минус 40 тең 50 болады. Енді X тең 50 қосылған 40, X тең 90. X-ның мәні бізге 90-ға тең. Енді тексерейік. Жақша ашылған 90 минус 40, жақша жабылған көбейтілген 100 тең 500 болады. Сонда 500 тең 500. X-ның мәні 90-ға тең. Келесі үшінші есепте есепті теңдеу құрып шығар делінген. Алдымен оқиық. Бір елді мекеннен бір уақытта екі мәшине жолға шықты. Бірінші мәшиненің жылдамдығы 70 км/сағат, ал екінші мәшине жылдамырақ қозғалып, 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге озып кетті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды дейді. Енді осы есепте бізге V1, T, S берілген, V2-ні теңдеу құру арқылы шығаруымыз керек. Сонда біз S тең жақша ашылған V2 минус V1 жақша жабылған көбейтілген T формуласын қолдану арқылы шығарамыз. Сонда бізге X деп белгілейміз V2-ні. Яғни V2 минус V1 көбейтілген T тең S деп аламыз. Жақша ашылған X минус 70 жақша жабылған көбейтілген 2 тең 40. Сонда X минус 70 тең 40-ты 2-ке бөлеміз. X минус 70 40-ты бөлсең 2-ке 20. X тең 20-ға 70-ті қосамыз. Сонда X-ның мәні бізде 90-ға тең болады. Енді тексерейік. Жақша ашылған 90 минус 70 жақша жабылған көбейтілген 2 ол тең 40-қа. Сонда екінші мәшиненің жылдамдығы бізде 90 км/сағат болады. Балалар, келесі төртінші есеп. Бұндай есепті әртүрлі тәсілмен шығаруға болады. Есепті шығарудың екі тәсілін тауып көр және амалдар бойынша жаз дейді. Есептің берілген оқиға алдымен. Серік пен Арман бір уақытта ауылдан өзенге қарай моторлы шанамен шықты. 250 метр минут жылдамдықпен жүрген Серік 20 минуттан кейін өзенге жетті. Егер Арман 200 метр минут жылдамдықпен жүрген болса, онда ол Серіктен қандай қашықтықта болды дейді. Бізге V Серіктің, яғни Серіктің жылдамдығы және осы Арманның жылдамдығы беріліп тұр. Бізде T 20 минутқа тең, яғни S-ті табуымыз керек. Екі тәсілмен шешіп қарастырып көреміз. Яғни берілген осылай жазамыз. Серіктің жылдамдығы 250 метр минут. Арманның жылдамдығы V тең, яғни 200 метр минут. T бізде 20-ға тең. Біз арақашықты табуымыз керек. Енді бірінші тәсіл бойынша шешуі V қашықтықты табу керек. Ол үшін біз Серіктің жылдамдығынан Арманның жылдамдығын алып тастаймыз. Сонда 250-ден 200 алатын болсақ бізде 50 метр минут шығатын болады. Одан кейін енді S-ті табу үшін V қашықтауға біз T-ны көбейтеміз. Сонда 50 көбейтілген 20 ол тең 1000 метрге. Екінші тәсілді қарастыратын болсақ, бізде Серіктің жүрген жолын табамыз. Ол үшін біз Серіктің жүрген жылдамдығына T-ны көбейтеміз. Сонда 250-ге 20-ны көбейтсек 5000 болады.
Ал арманның жүрген жолын табу үшін арманның жүрген жолының жылдамдығының осы уақытқа көбейтеміз. 220-ға көбейтсек 4000 болады. Енді екеуінің арақашықтығы қанша болғанын табу үшін серіктің арақашықтығынан арманның арақашықтығын алып тастаймыз. Сонда 5000-нен 4000-ді алсақ, бізде 1000-ға тең болады. Сонда арман серіктен 1000 метр қашықтықта болды дейді. Келесі бізде 5-ші есеп. Есепте және тексер дейді. Бізге 6 амал берілген, соны шығарайық. 40 мыңнан алсақ 248-ді 39758 болады. Енді тексеру амалы 39758-ге 248-ді қосамыз. Сонда бізде 40 мың 6 шығады. Келесі бізде екінші амал 325.869-ға 475.682-ні қосқан кезде 801.551 шығады. Енді тексеріп көрейік. Осы 801.551-ден 475.682-ні азайтамыз. Сонда мән бізде 325.869 шығады. Келесі амал бізде 2470-ке 105-ті көбейтеміз. Ол жерде бізде 259.350 шығады. Ал енді 259.350-ді біз 105-ке бөлген кезде 2470 шығады. Келесі 21356-ға 562-ні бөлсек 38 шығады. Ал 38-ге керісінше 562-ні көбейтсек 21356 болады. Енді 12492-ні 347-ге бөлсек 36 болады. Ал 36-ны 347-ге көбейтсек 12492. 2546-ны біз 48-ге көбейтетін болсақ 122208 болады. Ал керісінше 122208-ді 48-ге бөлетін болсақ 2546 болады. Әрі қарай бізде 6-шы есеп өрнектер құрып, олардың мәнін тап делінген. А, Ә, Б үшеуі берілген. Бірінші аны шығарайық. 900.100 санынан 694 пен 705 сандарын көбейтіндісін азайтып, оны 154.080 мен 428 сандарының бөлінісіне арттыр дейді. Сонда амал бойынша былай болады. 900.100 минус 694 көбейтілген 705, оған қосамыз біз 154.080 бөлінген 428-ді. Сонда есептің мәні 411.190 болады. Енді әсі 2603 пен 58 сандарын көбейтіндісіне 1 миллион мен 19975 сандарының айырмасын 75 есе кемітіп және қос дейді. Сонда бізде 2603 көбейтілген 58 қосылған жақша ішіндегі 1 миллион азайтылған 19975 жақша жабылған бөлінген 75. Сонда есептің мәні бізде 164.041 болады екен. Енді үшіншісі 39096 мен 54 сандарының бөліндісімен 2306 санының қосындысын 35 есе арттыр дейді. Амал бойынша былай жазылады. Жақша ішіндегі 39096 бөлінген 54 қосылған 2306. Жақша жабылған, жақша сатында көбейтілген 35. Сонда есептің мәні 106.050 болады. Бізде 7-ші есепте ойлан және жауап бер делініп тұр. 601 санынан үлкен, бірақ 700 санынан кем 0 цифрымен және 2 цифрымен аяқталған неше сан бар дейді. Яғни біздің жазатын табатын санымыз 601 санынан үлкен, бірақ 700 санынан кіші болу керек. Және ол тек 0 және 2 цифрымен аяқталу керек. Бірінші 0 цифрымен аяқталған сандарды жазып аламыз. Ол 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690. Яғни 9 сан бар екен осындай бізде 0 цифрмен аяқталады. Енді келесі 2 цифрмен аяқталатын сандар 700-ден кішкентай, 601-ден үлкен. 602, 612, 622, 632, 642, 652, 662, 672, 682, 692. Бізде 10 сан бар екен, 2 цифрмен аяқталатын. Келесі бізде 8-ші есепке қарайық. Есепті шығар. График бойынша тағы да сұрақтар құрастыр делінген. Енді графикте жаяу жүргінші мен шаңғышының қозғалысы көрсетілген. График бойынша шаңғышы мен жаяу жүргіншінің әрқайсысы сағат нешеде жолға шыққан анықта. Тоқтағанға дейін олардың әрқайсысының жылдамдығы қандай болды? Оны қалай есептейсің?
әрқайсысының аялдау ұзақтығы қандай болды, график бойынша нені білуге болады дейді. Енді графикке қарайтын болсақ, бізде жаяу жүргінші жасыл түспен, ал шаңғышы көк түспен белгіленген. Қиылысқан жерін қарайтын болсақ, сағат 9:00 жаяу жүргінші жолға шыққан, ал шаңғышы сағат 11:00 жолға шыққан. Жаяу жүргіншінің қиылысқан бөлігін қарайтын болсақ, ол қашықтығы яғни 10 километрге тең. Ал уақыт бізде 2 сағатқа тең. Сонда V тең жылдамдық табу үшін S бөлінген T, 10 бөлінген 2, ол тең 5 км сағатқа. Ал шаңғышының қиылысқан бөлігін қарайтын болсақ, қашықтық бізде 8 километрге, уақыт 1 сағатқа тең. Сонда V тең S бөлінген T, яғни 8 бірге бөлсең 8 км сағат болады. Екеуінің аялдаған уақыттары, яғни графикке қарайтын болсақ, жаяу жүргінші 1 сағат, шаңғышы да 1 сағат аялдаған. Енді сағат 12-ден 1-ге дейінгі уақытта жаяу жүргіншінің жылдамдығы қандай дейді? Уақыт бізде 1 сағатқа тең, 12-ден 1-ге дейінгі жаяу жүргіншінің. Ал S ол 4 километрге тең. Сонда V-ны табу үшін 4-ті 1-ге бөлеміз, 4 км сағат болады. Ал сағат 1-ден 2-ге дейінгі уақытта шаңғышының жылдамдығы бізде уақытты, яғни 1 сағатқа, ал S бізде арақашықтық 10 километрге тең. Сонда 10-ды 1-ге бөлсең бізде 10 км сағат шығады. 9-шы есеп. Айна тұратын ауылға 2018 жылы қар көп мөлшерде жауды. Ауланы қардан тазарту жұмысына тұрғындар мен оқушылар жұмылдырылды. 2018 жылда 4 цифрмен жазылады. 0, 1, 2, 8. Осы 4 цифр арқылы болашақтағы жылдарды неше рет жазуға болады дейді. Барлық нұсқасын жаз дейді. Енді 0, 1, 2, 8. Болашақтағы 2000-нан бастаймыз. 2081, 2108, 2180, 2801, 2810, 8012, 8021, 8102, 8120, 8201, 8210. Сонда болашақтағы 11 жылды бізге жазуға болады екен. 10-шы есепті теңдеу құрып шығар деді. Қар тазалайтын 2 мәшине бір уақытта таңғы сағат 8-де шығып, бір бағытқа қарай жүрді. Бірінші мәшине жылдамырақ жүргендіктен сағат 11-де олардың арақашықтығы 6 км болды. Егер екіншісінің жылдамдығы 30 км сағат болса, онда бірінші мәшиненің жылдамдығы қандай дейді? Бізге енді V1 табу керек. V2, S бізде белгілі. Теңдеу арқылы шығаратын болсақ, біз S тең V1 минус V2 көбейтілген T деген формуланы қолданамыз. Сонда біз бұл жерде V1-ді X деп аламыз, себебі бізде белгісіз. Осы X-ті табу үшін теңдеу құраймыз. Жақша ішінде X минус 30, жақша жабылған көбейтілген 3 тең 6. X минус 30 тең 6 көбейтілген 3, X минус 30 тең 63-ке бөлсең 2. Енді X тең 2-ке 30-ды қосамыз. Сонда бізде бірінші машиненің жылдамдығы 32 км сағатқа тең. Енді тексерейік. Жақша ішіндегі 32 минус 30, жақша жабылған көбейтілген 3 тең 6. 6 тең 6. Яғни есептің жауабы бірінші машиненің жылдамдығы 32 км сағатқа тең. Балалар, бүгінгі біздің математикадан 4-ші сынып 90-шы сабағымыз аяқталды. Видеом ұнаса міндетті түрде лайк басыңыздар. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліңіздер. Менің каналымнан сіздер 4-ші сынып математика, 4-ші сынып қазақ тілі пәндерінің кез келген үй тапсырмаларын алдағы уақытта көріп бірге орындай аласыздар. Сау болыңыздар балалар.